Құрметті жол қозғалысына қатысушылар, соңғы кездері Орал қаласының жолдарында кәмелетке толмағандардың көлікті басқаруын, соның салдарынан адам өліміне әкелетін жол-көлік оқиғалары жиілеп кетті. Ағымдағы жылдың 1 сәуірде Орал қаласында кәмелетке толмаған жүргізуші Лада автомашинасын басқарып, Абылқайыр хан даңғылы бойында аялдаманың жанында 1987 жылғы туған жаяу жүргіншіге соқтығысады. Нәтижесінде жол-көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші ауруханада қайтыс болады. 27 мамыр күні кешке Орал қаласында Лиза Чайкина көшесі мен Көкшетавский көшелерінің қиылысында скутермен Hyundai маркалы көлігі соқтығысады. Оқиға салдарынан скутердің кәмелетке толмаған жүргізуші мен жолаушы түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Барлық фактілер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасуда. Қорытындысы бойынша апатқа қатысушылардың әрқайсысының кінәсі анықталады. Айта кету керек, биылғы жылдың басынан Орал қаласына 258 жол-көлік оқиғасы тіркелді. Оның ішінде 6 адам қаза тауып, 332 адам жарақат алды. Осыған байланысты жүргізушілерге және жас жаяу жүргіншілерге аса мұқият болуын қажеттілігін ескертеміз.